Ассалаумағалейкум достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бұл пайда кезет YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сізге көрсететінім телефонның перне тақтасы, яғни телефонның клавиатурасын қалай дұрыс пайдалануға болатыны жөнінде сіздерге көрсететін болам. Әдетте біз телефонның клавиатурасын қарапайым түрде пайдаланамыз. Міне, менің телефон экранында қалай шығып тұр, біз осылай пайдаланамыз. Басқа тұстарын көп біле бермейміз. Соның біз біле бермейтін, сіздер біле бермейтін, яғни айтқанда тұстарын көрсететін боламын. Жасырын тұстары бар бұның. Соны сіздерге көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса бағалаңыздар лайкпен, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Каналыма жазылмағандарыңыз болса, каналыма жазылып, қазақша YouTube каналының дамуына сіздерде бір өздеріңіздің үлестеріңізді қосыңыздар. Мен сіздерге тегін видеоны шығарудан шаршамаймын. Сіздер маған лайк басып, каналыма жазылып, достарыңызға таратудан шаршамаңыздар. Енді мына телефонның клавиатурасын қалай дұрыс пайдалануға болатыны жөнінде сіздерге көрсетуді бастайын. Телефонның мына көріп тұрған болсаңыздар, мына жерде бір белгі тұр. Телефонды бір қолмен ұстап тұрған белгіні басатын болсаңыздар, әдетте біз көшеде кетіп бара жатырып, немесе бір үйде бір жұмыс жасап тұрып, бір қолмен өзіміздің жақындарымызға жазу керек болған болса, мына бұл өте таптырмас дүние. Яғни бұл жерде бір қолмен жазсаңыздар болады. Сіз солақай болсаңыз, солға жылжытып алаңыз, сол қолмен де жаза берсеңіз болады. Оң қолмен жазатын болсаңыз, мына жерде белгісі тұр. Осы жаққа жылжытып, оң қолмен де жазсаңыз әбден болады. Бұны қалпына қайтадан келтіру үшін сол басқан жаңа белгіні, мына телефон ұстап тұрған қолдың белгісін басатын болсаңыздар, бұл қайтадан қалпына келеді. Оның жанындағы компьютер белгісіндегі басатын болсаңыздар осыны, бұл жаңағыдай телефонның экранның кез келген жеріне апарып жазсаңыздар да болады. Кез келген жеріне апарып жазуға болады. Бұны өздеріңізге ыңғайлы қылып үлкейтіп те немесе кішірейтіп те жасасаңыздар болады. Үлкейтіп немесе кішірейтіп алсаңыздар болады. Қалпына қайтадан келтіру үшін сол белгінің үстін қайтадан басасыздар. Сосын оның қасындағысы фонын ауыстыру, яғни айтқанда темасын ауыстыруға болады. Бұл жерде өздеріңізге ұнаған түс болса, осы жерден қоюға болады. Мына жерде суреттер бар. Міне осындай бір кішігірім өздерінің бір сурет түстері бар. Ол өздеріңізге ұнамаған жағдайда мына жерде өздеріңіздің телефоныңыздағы суреттерді, фондарды қойып алсаңыз, орнатып алсаңыз болады. Настройканы мен айтпасам да білесіздер, баптау. Бұл жерде де өздеріңізге қажетті етіп жасап алсаңыздар болады. Сосын тағы да біз көп байқай бермейтін тұсы бұл үш нүктені көріп тұрған болсаңыздар, үш нүктеде мына жерде перевод деп тұр. Перевод, яғни айтқанда сіз бір шетелдік адаммен сөйлесіп отырған болсаңыз, мына жерде өзіңіз қазақ тілінде жазып переводтап жіберуге болады. Міне осылай. Сосын тағы да жаңа үш нүктені басатын болсаңыздар, буфер обмені деп тұр. Яғни айтқанда осы жерге кілт сөздерді сақтап жүрсеңіздер болады. Яғни өзіңіз күнде қандай сөзді пайдаланасыз, сол сөзді осы жерге сақтап қойсаңыздар, ол сөз ешқайда кетпейді, достар. Мысалға мына 348-ші көше дегенде мен сақтайтын болсам, мына жерде келді маған буфер обменіге. Бұның сол 348 көше деген үстін басатын болсамыздар, мына жерде белгілеу деген тұр. Міне осы белгілеуді басатын болсамыздар, мына жерге белгіленіп қалады. Ол мен өзім өшірмей кетсем, ол өзінен өзі өшіп қалмайды, өшіп кетпейді. Міне маған керек кезде осыны жібере саламын. Осы hello дегенде де көшіріп, мына сол hello үстін басып белгілеп қойсам, осы жерде тұра беретін болады. Яғни маған біреу ассалаумағалейкум деп жазуы мүмкін. Мен уағалейкум ассалам деп перне тақтаны басып жазып отырмаймын. Менде арнайы өзімнің кілт сөзім бар. Міне уағалейкум ассалам дей салам болды. Міне
осы. Сосын мына жерде текстті қалпына келтіру деген бар. Яғни айтқанда мына жерге все деп басатын болсаңыздар, бұл жерде бүйтіп қысқартып тастауға да болады. Осылай өздеріңіз қозғап көрсеңіздер болады. Where is it деген тұр, яғни кесіп тастасаңыздар о деп қалады. Қайтадан қою дейтін болсаңыздар қайтадан келеді. Міне осылай пайдаланыңыздар достар. Міне сіздерге көрсеткім келгені осы болды. Видеоның соңынадан келіп жеттік. Жаңа айтып өткендей, видео сіздердің көңілдеріңізден шыққан болса, лайк, болмаса дизлайк. Каналыма сіз жазылмай отырған болсаңыз, каналыма жазылып кетіңіз. Қазақша YouTube каналының дамуына өзіңіздің бір үлесіңізді қосып кетіңіз. Келесі кездескенше аман болайық, сау болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.